Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай дайындалатын хачины дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы айранға тұз және қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқышты содамен де алмастыруға болады. Мен қопсытқышты қолдандым. Біздің массамыз осылай көлемі ұлғайып, беті көпіршіктенеді. Осы уақытта електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, айранның үстіне саламыз. Осылай қасықпен барлығын араластырып, ұнның келесі бөлігін қосамыз. Ұнды үнемі електен өткізіп қосуға кеңес беремін, сонда сіздердің пісірген әрбір тамақтарыңыз жақсы болып көтеріледі. Қасықпен араластыру қиындаған уақытта қасықты тазалап, одан соң қолымызбен қамырды ары қарата илеуге кірісеміз. Қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шығады. Оның бетін жел үрлемейтіндей етіп, толықтай жауып, жылы жерге шамамен 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тыңғанша салмасын дайындаймыз. Салмасын мен алдын ала осылай картопты тұзды суда толығыменен пісіріп алдым. Піскен картоптың барлығын осылай шанышқыменен немесе арнайы преспенен басып сақтаймыз. Мен картопты пісіріп жатқан уақытта бірден турап тұзды суда пісіріп алдым. Осы картоптың үстіне алдын ала күштен өткізілген ірімшігімізді салып, оған қалауларыңызша ас көкті қолданамыз. Содан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприканы салып, барлығын жақсылап толығымен араластырамыз. Ас көк менде бұл жерде укроп, егер қаламасаңыздар қоспай қоюға да болады. Енді осы салмамыздың барлығын бір қасықтан өлшеп, осылай видеода көрсетілгендей етіп дөңгелек шариктерді жасап шығамыз. Осылай қолымызбенен дөңгелеткен кезде біздің шариктарымыз өте оңай дөңгеленеді. Барлық салмамыздан осылай дөңгелек шариктерімізді жасап шығамыз. Рецептке қажетті заттардың мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Біздің дайын болған салманы шетке алып қойып, енді тыңған қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырымыз дастарханға жабысып қалмау үшін алдыменен кішкене ұнымызды сеуіп, содан соң қамырды орналастырғаннан кейін оның бетіне тағы да ұнды сеуіп аламыз. Осылай кішкене дастарханымызда ұнға аунатып, содан соң мен осылай алдымен 2 бөлікке, одан соң көз мөлшермен әр қамырды осылай 6 бөлікке бөліп аламын. Бірдей етіп бөлінген қамырымыздан осындай шариктерді жасап дөңгелетіп аламыз. Достар, мен осы каналымда апта сайын тұрақты түрде өзім үнемі қолданатын сенімді видео рецепттермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмау үшін және бірінші болып көру үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Барлық қамырды дөңгелетіп алғаннан кейін дастарханымызға ұнымызды сеуіп, қамырды бірден оқтаумен жаямыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 2-3 мм болуы керек. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Ортасына салмасын салып, осылай шеттерін видеода көрсетілгендей етіп, бір-бірімен біріктіріп, ортасын осылай бекітеміз. Ортасын бекітіп болғаннан кейін бірден ұнымызды сеуіп, жабысып қалмау үшін қолымызбен қамырды осылай басып шығамыз. Содан соң тағы да кішкене ұнды сеуіп, қамырымызды жаямыз. Біздің хачиндарымыз осылай жайылады. Қатты жұқа етіп жаюдың қажеті жоқ. Қалыңдығы осылай болып шығады. Бетінде салмасы шығып кетпеу үшін қатты оқтаумен басудың қажеті жоқ. Осылай видеода көрсетілгендей етіп кішкене жайсаңыздар жеткілікті. Барлық қамырды бірдей етіп осылай видеода көрсетілгендей жайып, ортасына салмасын салып, жақсылап бекітіп аламыз. Барлық хачиндарды осылай дайындаймыз. Айта кететін ескерту, салмасын дайындаған кезде картопты пісіріп алғаннан кейін оны міндетті түрде суытып алуды ұмытпаңыздар. Дайын жайылған хачиндардың қалыңдығы шамамен 2-3 мм болады. Оны алып бірден қатты етіп қыздырылған табада майсыз алдымен бірінші жағы қуырылып алғанша пісіріп, содан соң екінші жағына аударамыз. Күйіп кетпеу үшін газдың астын орташа отқа қойып пісіреміз. Оның ішіне жел үрленіп, осылай өте әдемі болып қуырылып піседі. Бірден майымызды жағып, тарелкаға салған уақытта екінші жағына аударып, тағы да бірден сары майымызды жағып аламыз. Сол кезде біздің хачиндарымыз өте дәмді болып піседі. Барлық хачиндарды дәл осылай етіп дайындаймыз.
аударғаннан кейін міндетті түрде майды жағуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздердің хачиндарыңыз өте дәмді бола түседі. Міндетті түрде осы рецептпен сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Себебі өте тойымды, әрі өте тез, әрі оңай дайындалады. Отбасыларыңызды ерекше тағаммен қуантқыларыңыз келсе, сіздерге дәл осы тағамды дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Бірінші жасағаннан кейін міндетті түрде екінші рет дайындайтындарыңызға сенімдімін. Бұл видео рецептпен өзім үнемі дайындаймын. Отбасыма қатты ұнайды. Ыстық жылы күйінде жесеңіздер, қаймақпен тіптен дәмді бола түседі. Бейнені дәл осы жеріне дейін қараған болсаңыздар, баршаларыңызға алғысымды білдіремін. Осы тағамды дайындаған болсаңыз, өз ойыңызды комментарий бөліміне жазып, пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған гүлім, астарыңыз дәмді болсын.